2Т-25 КМ тепловозының топливный системасының жұмыс атқаруы. Бұл тепловозда екі насос бар. Мынау топливо-подкачивающий агрегат, бұны запасной топливный насос деп айтады. Бұл тек қана тепловозды оталдыру үшін керек. Тепловоз оталғаннан кейін бұл сөнеді. Сосын основной топливный насос, немесе бұны топливный насос от дизеля деп айтады. Бұл дизельдің коленчатый валы айналуымен іске қосылады. Демек, содан түсінуге болады, бұл тепловоз дизель оталып тұрса ғана жұмыс жасайды, ал сөніп тұрса жұмыс жасамайды. Сондықтан тепловозы оталдыру үшін мына бір топливо-подкачивающий агрегат қосылады. Енді тепловоз сөніп тұрған кезде пуск двигателя деген кнопканы басқаннан кейін мына жерден топливный бактан топливоны сорады. Келіп, мына фильтрға келеді. Фильтр грубой очистки. Бірінші осыдан соляркамыз, топливомыз тазарады. Бұдан шығып, топливо-подкачивающий агрегат арқылы дальше кетеді. Мына жерде обратный клапан тұр. Бұл обратный клапан мынадан өткен топливо қайтып артқа келмес үшін. Бұдан бұл бұлай барып, VR3 датчик давления. Мынау фильтр тонкой очистки. Осының алдында VR3 дейтін датчик давления тұр. Және бұдан шыққаннан кейін VR4 датчик давления тұр. Бұл не үшін керек? Бұл мына фильтр тонкой очисткиден келуден бұрын давлениямыз қандай болды, және содан шыққаннан кейін топливо давление қандай болды. Сол екеуін анықтап, екеуінің айырмашылығын білу үшін керек. Егер мынаяқтағы давление мен мынаяқтағы давлениясы айырмашылығы 1/5-тен аз болса, ол норма. 1/5 немесе одан көп болса, онда демек мына фильтр тозды, оны ауыстыру керек деген мағынада. Одан кейін фильтр тонкий очисткиден дұрыстап тазаланғаннан кейін топливо әрі кетеді. Жолда ВК-19 дейтін датчик температуры бар. Яғни топливоның температурасын қандай екенін өлшеп тұратын датчик. Содан шыққаннан кейін мына 12 цилиндрға барады. 8-і оң жағында, 8-і сол жағында. Мынау топливный насос высокого давления. Мынау соның трубочкасы, мынау форсунка. Әр цилиндрге осыдан топливо барады. Сол екіге бөлінеді, біреу мына жақ 8-ден өтеді, екіншісі мына 8-ден өтеді. Сөйтіп қайттан қосылады. Сосын мына жерге келеді. Мынау редукционный клапан дейді. Бұның мақсаты мыналарға давлениясы жақсы топливо барып тұру үшін мынау клапан жібермей тұрады топливоны. Пока топливоның давлениясы 2,5-ға жеткенше. 2,5-ға жеткеннен кейін барып, бұл клапан ашылып, топливомыз дальше кетеді. Дальше кетіп, егер қыс болса, топливо подогревательға келіп, кете береді одан әрі. Егер жаз болса, онда бұна кран, 2 кран жабық тұрады да, обводной кран арқылы кетеді, 26 обводной кранмен. Бұдан кетіп, бұл обратно қайттан, мына излишкі топливолар, топливоның артығы осы жаққа келіп, қайттан обратно топливный бакке құйылады. Сосын мына жерде мынандай тағы да клапан бар. Предохранительный клапан дейді. Бұл егерде бір себептермен бұл топливоның давлениясы тым қатты көбейіп бара жатса, мына клапан ашылып, мына жерден ағып кетеді обратно. Бұл 6-8 килограммға жеткенде ашылады бұл предохранительный клапан. Міне осылай топливо-подкачивающий агрегаттың жұмысы бұл. Енді бұл дизель оталғаннан кейін бұл сөнеді. Одан кейін дальше мынау қосылады. Топливный насос от дизеля деген, немесе основной топливный насос деп айтамыз. Бұл осы қосылады. Бұл да солай. Бұл басқа трубкадан топливный насосты өзіне сорып, екінші фильтр грубой очистки бар, олар екеуі бір мына топливо подкачивающий агрегаттың алдында, екінші мына топливный насостың алдында.
осыдан тазаланады, қайтадан шығып, мына жерде қайттан мына жердегідей предохранительный клапан бар. Бұны мана обратный клапан бар. Бұны мақсаты мана айттық, кері ағып кетпеу үшін. Яғни кері ағып кетпеу үшін дегені, мысалы мынадан егер мына бір насос жұмыс істейтін болса, мына клапанға барады да, кейін ақпай ұстап тұрады. Не былай айналып келіп. Егер мынадан жұмыс жасайтын болса, топливо двигатель қосу кезінде, өзі топливо барып, міне мына жерден кері мынаған ағып кетпейді. Не осы екі топливный насостың алдында тұрады обратный клапан. Осыдан өтіп, дальше қайтадан неге барады? Фильтр тонкий очисткеге барады. Ол да жаңағыдай мына екі датчиктен өтіп барады. Сосын датчик температуры и дәл манағы процесс қосылады. Дәл жаңағыдай кейін қайтады. Топливо подогревательге немесе жазда обонный кран арқылы қайтып мына кранға ағады. Сосын бұл жерде екі не бар? Мына қызылдан тұрған трубы бар, трубочкалар. Бұл грязный топливолар келіп, мына қасындағы топливный бачоктың жағындағы кішкентай бір орын бар, соған жиналады. Сосын мына кранын ашу арқылы сол грязный топливо, ластанған топливо ағып кетіп отырады. Тазасы мына жаққа құйылады, ласы мына жерге жиналады, екі бөлек жиналады. Сосын тағы айта кететін нәрсе, бұл жерде мына жақта не бар? Кран бар. Воздух шығаратын кран. Бұл егер жаңа топливный насос системасына ауа кіріп кетсе, осы кран арқылы сол ауаны шығарамыз. Так, мынау 8 және мынаяқтағы 8 мана айтып өткен топливный насос высокого давления дедік. Бұлар әрқайсының өзінің нумерациясы бар. Ол мына генератор жақтан бастап есептеледі. Мынау генератор болса, мына жерде топливный насос, водяной насостар тұрады. Сол негізі мынау алды болады. Мынау арты деп айтамыз. Бірақ нумерациясы мына жерден басталады. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші деп. Мына жағынан да солай. Мына машинист жағын А деп белгілейді, помощник жағын Б деп белгілейді. Мысалы, мына бір топливо дұрыс жұмыс жасамай тұрса, немесе трубочкасы тесік болып топливо атып тұрса, біз айтамыз В, мына помощник жағы ғой, В дейміз. 1, 2, 3, 4. В4 топливный насос высокого давления трубочкасынан течь топливо деп айтамыз. Міне осы топливный насос системаның жұмыс жасауы.